Иман келтіріп, салиқалы амал істегендерді жердің бетінде бүлік жасап жүргендер секілді қыламыз ба дейді. Әсте олай қылмаймыз дейді Алла Тағала. Әмнәжғалел мұттақина, әлде тақуаларды күнәқарлар секілді қыламыз ба дейді біз. Ешқашан олай қылмаймыз дейді. Екеуінің баратын орны бүлік, бірақ дүние ортақ. Дүние, жердің беті ортақ. Бірақ барар жерлері мәңгілік, екі бөлік. Иман келтірген салиқалы амал істегендер және тақуалар жәннатта. Ал жердің бетінде бүлік жасап жүргендер, күнәқарлар деп айтып тұрмыз. Бұзақылар, кәпірлер, бұлардың бәрі тозақта. Бұл нәрселер не үшін айтады? Өйткені мұсылмандардың өздерінде де бір енді бастап жатса намазды бір әлсіздіктер болуы мүмкін, мысалы. Неге оларға береді, неге менде жоқ деп. Неге менде жоқ деген нәрсе. Біз, құрметті жамаат, Алла Тағаланың даналығына иман келтіргенбіз. Сіз еңбек ету, ең басты нәрсеңіз сіз еңбек ету керексіз да. Сіз еңбек етіп жүргеннен кейін сізге Алла Тағала өзі көрсетеді сізге қандай дүниені қалап тұрғанын да. Егер де ол қалап тұрғаны көп болса, ол көп келеді сізге. Егер де қалағаны аз болса, ол аз келеді. Оның аз келуінде Алланың сізге махаббаты бар. Неге дейсіз ғой? Сіз иман келтіргеннен кейін өзіңіз ойлаңыз. Сіз иманды құл болғаннан кейін Алла Тағала сізді қимайды мына дүниеге. Сіз ондай адал емессіз Аллаға, ол сізге адал болғандай. Ол қимайды сізді о дүниеге. Егер ол көбірек берсе кішкене, ол біледі сіздің тайып кететініңізді. Сондықтан ол бермейді оны сізге. Ол сізге ақыретке аман есен алып келу керек сізді. Қалайша адал Алла сізді тастап қояды, қалайша? Ал егер сіздің бойыңызда сол берілген байлықты ұстай алатын сипат болса, соған лайықты имани дәрежеңіз болса, онда береді сізге. Сіз зекет бересіз сол арқылы, садақа бересіз, мешіт саласыз, медресе саласыз, тағы да басқа нәрселер істейсіз, қайырымдылық қор ашасыз. Сондықтан сіз Алланың даналығына күмәнді болмаңыз ешқашан. Оның даналығы сіздің бақытыңызды шешу үшін да. Міне сондай сынақтардың кезінде немесе жаңағы қарсы келушілер сахабаларды кеп қинап жатыр. Өткенде Сумайя, мысалы радиаллаху анха, жаңағы бірінші шахид болып Сумайяны өлтірді. Одан кейін Ясирді өлтірді. Ана Аммар, қаншама Билал деген сахабаларды қинап жатыр. Сосын Алла Тағала сабыр етіңдер, Алланың уәдесі хақ, сабыр етіңдер, Алланың уәдесі хақ деген аяттар түскен кезде, бірақ ұзақ созылып баратқан сияқты. Қашан ол уәде келеді деген нәрселер болады. Сол кезде Алла Тағала мүминдерді сынап атады екен. Сол мерзімнің ішіне салып қояды да мүминдерді. Сөйтіп, сол мерзімнің ішінде сізді шыңдағысы келеді. Яғни, сізді сондай ерекше құлға айналдырғысы келеді, егер сіз соған шыдасаңыз. Өздеріңіз жаңағы спортпен айналысып жүргендер білесіздер, біреуді жаңағы жаттықтырып атқан кезіңізде, нәтиже шығару үшін қанша уақыт кетеді оған. Сосын ол жаттығуға келген баланың бойында әлсіздігі болады, көңілсіздігі болады, неше түрлі жағдайлары болады, ақшасы жетпей жатады емес, әртүрлі. Оның барлығынан өткізу керек оны. Сосын шығады нәтиже. Ал кім шыдай алмайды, кетіп қалады дегендей мәселе. Сол сияқты Алла Тағала шыңдайды. Сол үшін Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи андай аятта айтады, Ибрахим сүресінде айтады: "Вала тахсабанналлаха ғафилан амма яғмалу золимун." Анау Алла Тағаланың хақсына әділетсіз жасап жүргендердің не істеп жүргенінен Алланы бейхабар деп ойлама дейді, ей Мұхаммед. Алла Тағала оларға жоспар жасап отыр екен да. Сол жоспардың ішінде біреу тура жолға келуі мүмкін, біреу аяғына дейін адасуы мүмкін.
Сен ойлама дейді, мен бейхабармын деп ол жақтан. Сосын айтады, иннама юахирухум, қараңыздар. Сөзсіз Алла тағала оларды тек кешіктіруде ғой дейді. Енді өзіңіз ойлаңыз, егер адам тек осы дүниені қаласа, сосын Алла тағала оған осы дүниеде жаңағы өмірінің бәрін осы дүниемен өткізуін қаласа, сізде наразылық бар ма Алланың тағдырына? Сізден сұрай ма Алла тағала? Егер оған соны қаласа осы дүниені, өйткені ақырет жоқ қой, бітті ғой. Мәңгі тозақ тұрған жақта. Сондықтан бізге дүниемен өлшеуді қойыңдар деп жатыр бізге, мұсылмандарға. Біреудің қолында артық дүние жүрсе, артықшылық сол жақта деген сөзіңді естуші болмайын дейді ешқашан. Артықшылық тек тақуалықта. Артықшылық, құрметті жамағат, бағанағы ымды түсінуде Раббыңыздан. Құлым деген кезде Раббым дейтін нәрсе. Міне артықшылық қай жақта. Басқа ешбір жерден таппайсыз артықшылықты.